Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге ерекше тағамдар әлемі. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың көркін ашатын ерекше пирожныйдың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирожный каллы деп аталады. Ендеше жасауға кірісейік. Аз ғана ингредиенттен жасалады, барлығы төменде көрсетілген. Бар жоғы 3-ақ ингредиенттен жасалатын пирожныйдың дәмі сондай ерекше және жұмсақ болып піседі. Оған керегі жұмыртқа, шекер және ұн ғана. Барлығын жақсылап, таза ыдысыңызда миксермен араластырып, қоймалжың консистенцияны алатын боламыз. Содан кейін ғана барып, қызып тұрған 170 градустағы пешіңізге бар жоғы 3-4 минут ғана пісіріп аласыз. Ең алдымен жұмыртқаңызға шекеріңізді қосасыз. Содан соң миксердің көмегімен араластыру барысында ол 2 есеге ұлғаяды. Содан кейін ұныңызды біртіндеп қосатын боласыз. Сол кезде біз қоймалжың 1 келкі консистенция аламыз. Ешқандай түйіршіктер болмауы қажет. Осылайша дайын консистенциямызды пергамент қағазының үстіне қасықтың көлемімен құйып шығатын боламыз. Барлығын дөңгелек етіп, 1 келкі формаға келтіреміз. Достар, сіздерге бір ескерте кететін жайт, пергамент қағазының сапасы. Егер де ол сапасыз, арзандау пергамент қағазы болатын болса, піскеннен кейін бұл пирожныйыңыздың алуы қиындайды. Сол себепті сапалы пергамент қағазын пайдаланыңыз. Осылайша пешіңізге бар жоғы 3-4 минутта алып алатын боласыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай сәл піспеген сияқты болуы мүмкін, бірақ жұқа жайылғандықтан ол тез піседі және жұп-жұмсақ болады. Беткі жағы жабысқақ болып, видеода көрсетілгендей етіп формаға келтіреміз. Достар, бұл пирожныйдың салмасы ретінде түрлі нәрсені пайдалануға болады. Тек қана жеміс-жидекпен, немесе кілегейлі креммен, қайнатпалы креммен. Өзім кілегейлі кремді жақсы көретіндіктен соны пайдаландым және беткі жағын жидекпен әсемдедім. Өте әдемі болып шығады. Кілегейлі кремнің жасалу жолын төменде ссылкасын қалдырып кететін боламын. Сол жерге басып, өтіп, қарап жасауыңызға болады. Өте оңай жасалады. Осылайша барлық пирожныйымыздың ішін креммен толтырып, беткі жағына ежемалинаны қойып шықтым. Сондай әдемі үйлесімділік болды. Дастарханның көркін ашатынына сөз беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды және өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен кері байланыс мен үшін өте маңызды. Алдағы уақытта ең оңай, ең дәмді рецепттермен бөлісетін боламын. Жіберіп алмаңыздар. Мінекей, осылайша ең ерекше пирожныйларымыз дайын болды. Сондай нәзік, сондай дәмді. Баршамызға ас болсын, достар.